Бұл видео басталмастан бұрын мен сіздерден достар 70 лайк сұрағым келіп отыр. Енді достар активті давайте көтеріп тастайық. 70 лайк ол сіздер үшін ештеңе емес достар, ал мен үшін ол үлкен жетістік. Ал ендеше біз видеомызға қарай кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей Казмастер. Иә достар, бүгін біздерде өте тамаша, өте ерекше видео болайын деп жатыр. Иә достар, осы видеороликте мен сіздерге, яғни Смайл ютуберді барлықтарыңыз танисыздар, яғни атақты десем де болады, Смайлды қалай өлтіргенім жайлы барлығын осы видеода айтатын боламын. Ал ендеше біз видеомызға қарай кеттік. Так, енді достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, міне Смайлдың стримінен мен қалай өлтіргенім жайлы барлығын осы стримнен көрсете аламын. Өйткені достар, менің телефоным, яғни ол жақта қатып, видео түсіре алмай кетті. Оның өзінің себептері бар, яғни видео түсіріп жатыр ма десек, ол яғни бізде сохранить етілмей удалитіліп кетті достар. Сіздер сенесіздер ма? Кем удалитіліп кетіп, кәм ішім жанып сөйтіп жүрдім. Міне достар, стримін қарап отырсыздар, Смайлдың біздің гильдиядағы 4 отряд болып ойнадық, бірақ та бізде бір адам артық болды достар. Міне қараңыздар, хпсын кәдімгілей жеп қойдық. Жеп қойғанда біздің 2 бала осы Смайлды атты. Там ар жақта біреу құлап қалды, и потом мынау біреуге айқайлап атты. Кәм неге ол жаққа шықтың, анау мынау құтқарып алады қазір ана досын. Міне достар, Смайлдың хпсын азайттық. Там міне стримін қарап отырмын достар, енді өздеріңіз. Яғни енді бұны мен монтаждап түсіріп отырмын енді достар. Міне қараңыздар, оны видеоны аяғына дейін қараңыздар, өзі сөйлеп барлығын, осыдан кейін барлығын айтатын боламын. Так, енді достар, міне осы жақта мен құлатып тастайды, қараңыздар достар, кәм жаман берді дейді, басыма міне осы жақта, біз ар жақта жүрміз, әне тастың артында мен тұрым, и міне достар, мені құлатты, бірақ та стенканы сындыр деп балдарына айтып жатты, кәдімгілей стенкі. Бізде ол кезде көптеген стенк болды, примерно атыратымызда бір 10 ба стенк болған шығар. Міне Смайлдар атып, міне достар, міне Смайлдың гильдиясындағы балдар атып, там біз стенкіні қойып атыр, кәм мен құлатып тастады. Міне осы кезде Смайл наяққа шығады, басқа да адамдар болды, енді біз атысып жатқанда біз емес, Смайлдың атыратын көрдіңіздер. Міне Смайлды ошақта ар жақта біреулерді атады, біз оны бірақ көрген жоқпыз, енді Смайлдермен атысып аттық. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне біз аттық, енді қараңыздар достар, лака достар, көріп отырсыздар, міне құлатты біздің, әне достар, B19 MG, B19 деген бізде бір адамды өлтірді, және де MG лака деген, яғни нака деген бір адамды өлтірді достар. Біздің гильдиядағы балдар арғы шеттегі балдардың да біреуін өлтірді. Мына Хард Смайлдың баласын, яғни гильдиясындағы балдарын бізде B19 деген, YouTube деген сол бір кереметтей бала өзінің килін жасап кеткен болатын, Хардтың баласын өлтіріп кеткен болатын. Міне біз арғы стенкінің артында міне гранттар жаудырып жатыр, бізде нака деген бала біздің гильдиядағы гранттар лақтырып жатыр, бірақ жетпей жатыр. Стенкіні қараңыздар, қойып жатыр, там атып жатыр. Осы жерде бізге арғы 2 жерден атты, и потом Смайл бізге стенкі қойып рашит етті, грантты лақтырып, оғанда бір стенкі құрттық. Примерно 15 стенкіде болды шамасы достар, білмеймін енді қанша стенк. Міне осы кезде Смайл атады, и потом достар міне өстіп тұрады. И потом достар қараңыздар, бізге аслеп лақтырады достар, қараңыздар, аслеп біреу, 2 лақтырады, 3-4 лақтырады достар. Міне осы кезде бізге рашит етеді, B19-ды құлатты. Екіншісі лаканы міне достар, міне 54 берді. Қараңыздар достар, лаканы құлатты, достар, өздеріңіз көріп тұрғандай. Там достар, міне өздеріңіз көріп тұрғандай MG бәка жаймен медленнен қойып көрсетемін, яғни барлық дауысымен қойғанда. Міне достар, мен енді сөйлеп көрсетіп жатыр. Міне достар, Смайлды құлаттым достар, шлемі барлығы макс болып тұрады достар. Шлемін қараңыздар, и бронясын қараңыздар, там айыр жүрдік. Смайлдың өзі де әдемі айтты, былай әдемі соперниктер болды, там әдемі ойнады деп. Міне стриміне кіріп өстіп қарап, артқа жылжытып қарадым. Енді біз солармен шығып қалдық екен. Достар, енді бұл видеоны қалай мен Смайлдермен қалай шықтым десеңіздер достар, стрим снайпер емес, шын айтамын достар сіздерге, стрим снайпер емес, ешқандай отряд болып бастадық, и потом достар отряд болып ойнап жатқан кезде біздерді Хард анау мынау шығып жатты, сосын Хард Смайл деді, сосын менің қасымда яғни ағам отты, и потом ол өз каналын қарадық Смайлдың, и потом олар 21 адам екен, бізде де 21 адам, и потом біз Смайлмен кездестік деп сөйтіп жүрдік. Смайлмен шықтық, давайте до конца шыдайық, анау мынау бізде отряд қырып жүрдік, адамдарды шетінен Смайлдар құсап.
И потом достар смайлдермен бірге кездестік, там стрим қарадық, и потом стримін қарап, сөйтіп осы жерде жүр екен, бізді атып атқанымызды білдік, там стенкін сындырып атқанын біліп оттық. И потом достар стримінен шығып кетіп, өзі ойынымызға кірістік. Енді достар, енді смайлдың өзінің дауысынан естіңіздер, енді стримін қараңыздар достар. Давайте достар, сіздермен бірге болғаны мен әдеттегідей Казмастер, ал ендеше давайте достар, қараңыздар соңына. Люди, охренеть, как дали за секунду. Ребят, спасибо огромное, Карми, за донатик. Ну Кодзе, брат. Ну там и так склад сбоку сидит, их-то и так до хрена. Зайдите сюда в зону и все. Просто встречаем, парни, ничего больше делать не нужно. Встречаем их и все из зоны. Кодзе, давай встречай, брат. В комнатке люди сидят, их надо встретить тоже. А, все, не встретили, их забей. А зона у нас изи зона на нас упала. Не ломай, там препятствие есть. Куда одному? Ломай. Ломать? Все, патронов нету, я не буду стрелять, забей. У меня 53 патрона, дядь. Эрдив, 53 патрона у меня, не надо, не ломай. У меня 6,90. Люди под горкой бежать к нам будут, вижу. Дай. Люди под горкой. Я по тем работать буду поедем. Хорош. Ай, те другие стреляют по нам. Уйди, Кодзе. Лечусь. Ерзив. Не, Ерзив, они не долетают от тебя. Ерзив. Да я... Да. Уши. Ай, не дай добить. Чё? Фак, чё? Потная каточка просто была. I live inside my own world of